Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі пәні 21 сабақ. Пайымдау мәтіннің мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктері. Бүгінгі сабағымызда пайымдау мәтіннің құрылымдық ерекшеліктерін анықтайтын боласыңдар. Жылы жүрек, тәтті тіл. 28-ші жаттығу мәтінді мұқият тыңда. Әли неліктен білім байлықтан артты? Бір ғұлама білімнің артықшылығын бірнеше дәлелмен көрсеткен екен. Біріншіден, білім даналардан қалған мирас, ал байлық бақылардан қалған мұра. Екіншіден, білім сені бағады, ал байлықты сен бағасың. Үшіншіден, білім досыңды көбейтеді, ал байлық дұшпаныңды көбейтеді. Төртіншіден, білім іздеген сайын көбейе береді. Жұмсаған сайын азаймайды, ал байлық жұмсасаң азаяды. Бесіншіден, білімді ұрыдан қорғаудың қажеті жоқ, ал байлықты ұрылардан күнде қорғайсың. Алтыншыдан, білімдіні ел құрмет тұтады, ал байлығың мол болса қызғанады. Жетіншіден, білімге есеп қисап жүргізбейсің, ал байлығыңды күнде есептеп отыру қажет. Ділдә Матайқызы. Сызбаны пайдаланып дәлелдей білуге үйрен. Балалар, пайымдау мәтіні түсіндірілетін, дәлелденетін бір бөліктен және түсіндіру, дәлелдеу пікір бар екі бөліктен тұрады. Пайымдау мәтініне неліктен деген сұрақ қойылады. Пайымдау мәтіні түсіндіруде, дәлелдеуде біріншіден, екіншіден және басқа қыстырма сөздерді қолданылады. Мәтінді көшіріп жаз, дәлелденетін пікір мен дәлелдеу пікірін жалғап тұрған көмекші сөзін астынсыз. Білім байлықтан артық. Себебі ол сені бағады, досыңды көбейтеді. Ертегілердегі оқиғалардың неліктен солай болғанын дәлелде. Мысық құйрығынан айырылып қалды. Өйткені мақта қыздан қатығын төгіп тастаған болатын. Ешкі апанға секіріп түсті. Өйткені түлкінің өтірік сөзіне сеніп, жаздың ыстық күнінде демалатын салқын жер іздеген болатын. Екі лақ суға түсіп кетті. Өйткені бір-біріне жол бермеді. Бұл ертегілер пайымдау мәтініне жатады. Себебі оқиғаның себептері туралы айтылып тұр. Жағдаяттан шығып көр дейді балалар. Мұғалімнің оқжетпес сөзін неліктен бас әріппен жаздыңдар деген сұрағына оқушылар әртүрлі жауап береді. Бірі, мен оқжетпес деген сөзді бас әріппен жазып, өйткені берілген мәтінде бас әріппен жазылып тұр екен дейді. Екінші оқушы, оқжетпес деген сөзді бас әріппен жазу керек дейді. Үшінші оқушы, оқжетпес деген сөз бас әріппен жазу керек. Өйткені ол тау аты, жер, су, өзен, көл атаулар бас әріппен жазылады ғой дейді. Ал төртінші оқушы, мен оқжетпес сөзін кіші әріппен жаздым дейді. Ал енді балалар, қай оқушының жауабы дұрыс? Ол ойын нанымды дәлелдеп жеткізе алды ма? Бұл жауаптардың қайсы пайымдауға жатпайды дейді балалар. Жалпы оқжетпес деген сөзді бас әріппен жазамыз, өйткені ол тау аты, яғни жер, су, өзен, көл аттары бас әріппен жазылады. Пайымдау мәтініне жатпайтын сөйлем бұл жерде мен оқжетпес сөзін кіші әріппен жаздым деген сөз болып тұр, сөйлем болып тұр. Пайымдау мәтініне жатпайды. Пайымдаудың алғашқы бөлігін оқы дейді. Сәйкес түсіндірмені пайдалану арқылы мәтінді толықтыр. Ботаника бағында ақша ағашы өсіріледі. Оның ақша ағашы деп аталуының себебі бұл ағашты өсірсе ақша мол болады деген сенім бар. Оның бұтақтарында тиын өседі. Кемпір мен шал қызға түймедақ деп ат қойды, өйткені оны түймелердің арасынан тауып алды, оның үлкендігі түймедей ақ дейді. Ойнап жүріп жылауға болмайды. Неге десеңіз, ойын болғаннан кейін бәрі болады. Шашың түсіп қалады дейді. Қарамен жазылған сөздер мәтін бөліктерін байланыстырады. Деген пікірмен келісесің бе? Өз көзқарасыңды білдір дейді. Ботаника бағында ақша ағашы өсіріледі. Оның ақша ағашы деп аталуының себебі бұл ағашты өсірсе ақша мол болады деген сенім бар. Кемпір мен шал қызға түйме қыз деп ат қойды, өйткені оның үлкендігі түймедей ақ еді. Ойнап жүріп жылауға болмайды. Неге десеңіз, ойын болғаннан кейін бәрі болады. Қарамен жазылған сөздер мәтін бөліктерін байланыстырады деген пікірмен келісемін. Себебі дәлелденетін пікір мен дәлелдеу пікірін жалғап неліктен сұрағына жауап беріп тұр.